Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы электрондық кестеде деректер базасын құру. Бүгінгі сабақтан сіздің білетініңіз Excel кестелік процессорын деректер базасы ретінде пайдалану. Электрондық кесте түрінде берілген деректерді өңдеудің интерактивті жүйесі. Кесте ұяшықтарына сандар, мәтін немесе ұяшық, мәтіннің басқа ұяшықтарға тәуелділігін анықтайтын формулалар жазылады. Қолданушылардың ұяшықтарға деректер жазу, ұяшықтардан деректерді оқу, оларды өзгерту, сол сияқты деректердің берілу пішімін көрсету, оларды іздестіру және реттеу жұмыстарын орындау мүмкіндіктері бар. Көп жағдайларда деректерді кесте түрінде сақтау және өңдеу қажет болады. Кестелерде сақталатын ақпарат жолдар мен бағандар түрінде беріледі. Кестедегі қатарлар, жазба, бағандар өріс ретінде қолданылады. Жазбада нысан туралы дерек берілсе, өрісте сол нысанның белгілі бір қасиеті жазылады. Осылайша деректер базасы белгілі бір қасиеттері бар әртүрлі жазбалардың жиынтығы деуге де болады. Кез келген деректер базасының бірінші жолында өріс атауларын көрсету керек. Деректер базасының ең қарапайым түрі бір ғана кестеден тұрады. Деректер базасы ретінде MS Excel электрондық кестесін алуға болады. MS Excel'де деректер базасына тән барлық амалдарды орындайтын функциялар жиынтығы қамтылған. MS Excel программасындағы деректер базасының ең үлкен өлшемі оның нұсқасының мүмкіндіктерімен анықталады. Яғни парақтағы жолдар саны және бағандардың саны. Деректер базасын бір параққа құруға да болады. Бір парақта бірнеше деректер базасы болуы мүмкін. Бірақ деректер базасымен әртүрлі әрекеттерді орындау кезінде олардың тек біреуі ғана белсенді болады. Excel'дің жұмыс парағын деректер базасы ретінде қарастыру үшін оған мынадай талаптар қойылады. Жұмыс парағының әрбір бағанына бір өріс сәйкестендірілуі. Деректер базасының бағандары үзіліссіз бірінен кейін бірі орналасуы. Әрбір бағанның бірінші жолында қайталанбайтын өріс тақырыптары көрсетілуі. Өрістің тақырыбы бір ұяшықтан аспайтын болуы. Жазбалар тікелей тақырып жолдарының астына орналасуы. Жазбаларды бос жол қалдырмай, бірінен соң бірінің енгізілуі. Егер бос жол кездессе, бұл деректер базасының соңы деп есептеледі. Сіздер төменгі сыныптарда Excel кестелік процессормен жұмыс жасау жолдарымен танысқан болатынсыздар. Олай болса 8-ші сыныпта физика пәнінің электр тоғы туралы тақырыбында тоқ күшінің кернеуі мен кедергіге тәуелділігі жайлы деректер кесте түрінде берілген. Ең қарапайым реляциялық деректер базасы. Осы кестені дерекқор ретінде қалай өңдейміз, соған тоқталып өтейік. Excel'де деректер базасымен жұмыс істеуге арналған құралдар мәзірдің деректер бөлімінде қарастырылған. Деректер қорымен жұмыс жасауға арналған форманы жылдам қол жеткізу терезесіне, яғни құралдар тақтасына орналастыру керек. Ол үшін жылдам қол жеткізу панелінен басқа командаларды таңдаймыз. Одан кейін мына көрсетілген жерден лента емес командаларды таңдаймыз. Орындалғанда пайда болған командалар тізімінің арасынан формалар командасын таңдасақ, сол терезеде пайда болады. Яғни форманы таңдаймыз және добавить батырмасын басып, ОК батырмасын басамыз. Форма батырмасы бізде жылдам қол жеткізу панеліне орналасты. Енді тоқ күшінің кернеу мен кедергіге тәуелділік байланысын сипаттайтын деректер орналасқан жұмыс алаңына ауысайық. Excel'дің өзіндік ерекшелігі ол басқа программа қызметіне жүгінбей-ақ деректер базасын құра алады. Мұндай деректер базасына жаңа мысалда қарастырылған қарапайым кестелерден тұратын тоқ күшінің кернеу мен кедергіге тәуелділігін көрсететін деректерді жатқызуға болады. Ұяшықтарды толтыруда Excel'де деректер базасын толтыру ережесін басшылыққа алу керек. Excel'де ең алғашқы қарапайым деректер базасы ретінде кестелерден құралған тізімді айтуға болады. Сонымен бірге маңызды ұғым ретінде деректер базасының ауқымын қарастыруға болады. Біз қарастырып жатқан мысалда деректер базасы ауқымы тоқ күші, кернеу, кедергі тақырыптары орналасқан 3 бағаннан тұрады. Осы 3 бағаннан тұратын кесте деректер базасы ретінде қаралады. Excel'де кестемен деректер базасы ретінде жұмыс жасау үшін дерекқор аумағын ерекшелеу керек. Одан кейін жылдам қол жеткізу панелінен форманы басамыз. Деректер базасы қай парақта орналасқан болса, форма диалогтық терезесі сол парақтың нөмірін көрсетеді. Форма диалогтық терезесі көмегімен
деректер базасын басқару өте оңай жүзеге асады. Заманауи реляциялық деректер базасы өзара байланысқан кестелерден құралады. Біз қарастырып жатқан мысалдағы деректер базасы ең қарапайым бір кестелі деректер базасы болып саналады. Форма диалогтік терезесінен деректер базасындағы жазбаның жалпы саны мен өрістердің санын білуге болады. Форма диалогтік терезесі 3 өрістен және 12 жазбадан тұрады. Форма диалогтік терезесінде бірнеше командалардың батырмалары орналасқан. Бұл батырмалар көмегімен деректер базасында жазбаға жазбаны қосу үшін қосу, жазбаны жою үшін жою, жазбаны артқа қайтару үшін қайтару әрекеттерін орындауға болады. Деректер базасының жазбаларымен алға және артқа жылжу үшін алға және артқа командалары қызметін пайдалануға болады. Дәл осы қызметті пайдалану үшін айналдыру жолағын пайдалануға болады. Критерий батырмасы көмегімен жазбада орналасқан өрістердің біріне ізделетін дерек жазылады. Сонда сол дерекке сәйкес басқа өрістегі деректерді де көруге болады. Және жабу батырмасы көмегімен деректер базасымен жұмысты аяқтай аласың. Excel программасында деректер базасын құрумен шектелмей, деректерді сыртқы көздерден де алуға болады. Excel-ді жақсы меңгерген пайдаланушы үшін бұл өте қолайлы. Сырттан деректер базасын импорттау үшін алдымен деректер, одан кейін сыртқы деректерді алу командаларын орындау керек. Суреттен көріп тұрғандай, сыртқы деректер Access деректер базасынан, интернеттен және басқа да сыртқы көздерден алуға болады. Оқушылар бүгінгі сабақтан біраз мәлімет алған боларсыздар. Ендеше мына көрсетілген сұрақтарға жауап берейік. Жазба өріс деген не? Және ауқым дегеніміз не? Осымен уақытымыз аяқталды. Сұрақтарға жауап берген боларсыздар. Ендеше өз жауабымызды сәйкестендіреміз. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.